Bismillah söz бастаймын ya Rahman. Нұр болып ай менен күн толықсыған. Айтайын бір қиссаға артық сөзден. Тыңдаңыз құлақ салып, ей мұсылман. Кәріжіліктің киесі. Қазақта кәріжілік кәделі сый саналады. Кәріжілік ел жұртты апат пәлекеттен сақтауға септесет дегенде сенім бар. Оны үйдің оң босағасына, қорасының айналасына байлап біліп қояды. Кәріжіліктің киесі туралы ел ішінде мынадай қызықты аңыз бар. Ертеде бір байдың қорасын 40 қарақшы торауылдайды. Бірақ қанша тырысса да малын ала алмайды. Байдың қорасын қарулы жасақ күзетіп тұрыпты. Бірақ таң ата қарауылдар көзден ғайып болады екен. Ұрылар тылсым жайды түсінбейді. Ертесіне біреуін тыңшылыққа жұмсайды. Ол байға жолаушы кейпінде келіп сыр тартады. Байдың жалғыз ұлы мен бәйбішесінен өзге ешкім жоқ екен. Тыңшы қайта келіп, байдың малын күзететін не жалшы, не күзетшісі жоқ. Бәрін барладым, көршілерінен де сұрадым. Ешбір жасағы жоқ. Бізге елестеген болу керек дейді. Ұрылардың басшысы, ендеше бүгін түнде шабамыз, дайын отырыңдар деп атқа қонады. Бұл жолда ұрылар қораға тақап келгенде қарулы жасаққа кезігеді. Ұрылардың бірнешеуі жараланып, кейін шегінеді. Ертесіне ұрының басшысы байға өзі барып, «Байеке, мен ұр едім. 12 күн болды. Сіздің малыңызды торып жүргеніме, бірақ қораңызды күзеткен қалың әскер алдырмайды. Күндіз көзден ғайып болады. Не сыр, не кеңіз бар, Құдай үшін айтыңызшы» деп ағынан жарылыпты. Бай ұрыны ертіп алып, қорасында ілулі тұрған кәріжілікті көрсетеді. «Әкем марқұм дүниеден өтерінде кәріжілік көрсең қораңа байла, малыңа қорған болады» деуші еді. Өсиетін орындап кәріжілік іліп қойды. Содан бері малға қасқыр да шаппады, ұры да түспеді, бірде-бір малым жоғалмады. Қайта мыңғырып өсіп келеді. Соның шарапаты болмаса, менде басқа кие жоқ депті шал.